Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен жаздың күні шөлді қандыратын тойымды диеталық тағамның бірі, сусындардың бірі окрошканы жасайтын боламыз. Менің видеоларымды жоғалтып алмау үшін каналыма жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ең алдымен окрошкамызды бастамас бұрын картобымыз бен жұмыртқамызды суда қайнатып алатын боламыз. Одан кейін вареный колбаса немесе ет қоссаңыздар да болады. Вареный колбасамызды кубикша қылып тураймыз. Одан кейін артынан қиярымызды да кубик қылып тураймыз. Біреулер соломка қылып турайды, біреу кубик қылып турайды. Мен кубик қылып турадым. Қалауларыңызша турасаңыздар да болады. Редисканың сыртын ашып тастадым. Редискамызды да кубик қылып тураймыз. Оның артынан піскен жұмыртқамызды тураймыз. Піскен картобымызды кубикша қылып турап, барлығын бір ыдысқа саламыз. Ас көктен бізге укроп пен петрушканы майда қылып тураймыз. Кішкене татына қарай тұз қосамыз, айран қосамыз, және де газдалған мұздатылған су қосамыз. Дәмін келтіру үшін горчица қосамыз, жарты шай қасық қостым мен. Дәміне қарай қара бұрыш қосамыз. Мен лимон қостым, бір лимонның жартысын қостым, маған кішкене кислый болған ұнайды. Одан кейін барлығын жақсылап араластырамыз. Егер суы аз болып жатса, үстінен тағы да кішкене газдалған суымызды, айранымызды үстінен қосамыз, араластырып көреміз. Кішкене сұйықтау қылып жасадым. Енді дайын болған окрошкамыздың үстінен мұз саламыз. Араластырамыз. Окрошкамыз дайын, өте дәмді, минералдарға толы тағамдардың бірі. Бұл окрошканы диета ұстап жүргендер, азғысы келіп жүрген қыз келіншектерге ішуге де болады. Ешқандай зиянды заттар жоқ. Тек қана табиғи өнім. Құрамы өте оңай сусындардың бірі. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма жазылып кетіңіздер.